Сәлематсыздар ма оқушылар? Математика сабағы. Сабақтың тақырыбы бөлшектерді қосу және азайту. Бүгінгі сабақта бөлімі бірдей бөлшектерді қосуды және азайтуды орындайсың. Бірінші тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. Суға төгілген 5 литр мұнай өнімінің су бетінде 50 метр квадрат жұқа қабыршақ түзетінін білесің бе? Төгілген 20 литр жанармай қандай ауданды жауып қалады? Мұнай тасымалдайтын танкерде апатқа ұшыраған жағдайда не болуы мүмкін? Енді оқушылар бізге 5 литр мұнай өнімінің су бетінде 50 метр квадрат жұқа қабыршақ түзетінін білдік, иә? Енді 20 литр жанармай қандай ауданды жауып қалатынын табуымыз керекпіз. Ол үшін шешуі алдымен 1 литр мұнай өнімінің су бетінде қандай ауданды жауып қалатынын анықтаймыз. 50-ді 5-ке бөлеміз, тем болады 10 метр квадрат. Енді төгілген 20 литр жанармай қандай ауданды жауып қалатынын анықтаймыз. Ол үшін 10-ды 20-ға көбейтеміз, себебі 20 литр жанармай беріп тұр. Тем болады 200 метр квадрат. Келесі екінші тапсырма. Есепте. Бізге бөлшектер берілген. Енді сол бөлшектердің қосып азайтып мәндерін табамыз. Біріншісіне қарай 45-тен 23 азайту 45-тен 12 қосу 45-тен 21. Неше болады? 45-тен 32. Яғни, не істейміз? Бөлімдерін қозғамаймыз, себебі олардың бөлімдері бірдей. Келесі 250-ден 109 азайту жақшаның ішінде 250-ден 16 қосу 250-ден 63. Яғни бірінші жақшаның ішін орындап аламыз, содан кейін жақшаның сыртындағы амалды орындаймыз. 250-ден 30 болады. Келесі 190-нан 57 азайту жақшаның ішінде 190-нан 32 азайту 190-нан 12 жақша жабылған тем болады. Бұл жерде 32-де 12-ні азайтамыз 20, 57-ден 20-ны азайтамыз 37, сонда 190-нан 37. Келесі 67-ден 35 қосу жақшаның ішінде 67-ден 15 азайту 67-ден 9 жақша жабылған тем болады. 15-тен 9-да азайтамыз 6, 35-ке 6-ны қосамыз 41, сонда 67-ден 41. Келесі жақшаның ішінде 56-дан 42 қосу 56-дан 8 жақша жабылған азайту 56-дан 29 тем болады. 42-ні 8-ге қосамыз 50, 50-ден 29-да азайтамыз 21, сонда 56-дан 21. Және соңғысы 300-ден 203 қосу жақшаның ішінде 300-ден 190 азайту 300-ден 150. Жақшаны жабамыз тем болады. Жақшаның ішін орындап аламыз. 300-ден 190-нан азайтамыз 300-ден 150-ді. Яғни 190-нан 150-ді азайтамыз 40. 203-ке 40-ті қосамыз 243. Сонда 300-ден 243. Келесі үшінші тапсырма. Теңдеулерді шеш. Бірінші теңдеуге қарайық. Сызық дегеніміз ол яғни балалар бөлу. 80-нен 72 азайту жақшаның ішінде x азайту 80-нен 12 жақшаны жабамыз, тем болады 80-нен 15. Жақшаның ішіндегін жазып аламыз. X азайту 80-нен 12 тем болады 80-нен 72 азайту 80-нен 15. X азайту 80-нен 12 тем болады 80-нен 57, себебі 72-ден 15 азайтамыз, 57. Келесі x-ті табу үшін 80-нен 57-ге қосамыз 80-нен 12-ні. X тем болады 80-нен 69. Ары қарай енді тексересіздер өздеріңіз. Келесі екінші теңдеуге қарайық. Екінші теңдеуде бізде x қосу 50-ден 7 тем болады 50-ден 3 қосу 50-ден 27. X қосу 50-ден 7 тем болады 27-ні 3-ке қосамыз 30, 50-ден 30. X тем болады 50-ден 30 азайту 50-ден 7. 30-дан 7-ні азайтамыз, x тем болады 50-ден 23. Келесі теңдеу 125-тен 116 азайту жақшаның ішінде 125-тен 41 қосу x жақшаны жабамыз, тем болады 125-тен 24. 125-тен 41 қосу x жақшаның ішіндегі жазып аламыз, тем болады 125-тен 116 азайту 125-тен 24.
125-тен 41 қосу x-тен болады 125-тен 92. X-тен болады 125-тен 92, азайту 125-тен 41. 92-ден 41-ді азайтамыз. X-тен болады 125-тен 51. Келесі соңғы теңдеу 40-тан 4 қосу y қосу 40-тан 16 тен болады 40-тан 31 қосу 40-тан 6. Біріншісін солай жазып аламыз. 40-тан 4-ті яғни және 40-тан 16-ны екеуін бір-біріне қосып аламыз. Ол үшін 16-ны 4-ге қосамыз 20. Сонда 40-тан 20 қосу y тен болады. Тен боладыдан кейінгіні де қосып аламыз. 40-тан 31-ді 40-тан 6-ға қосамыз. 31-ді 6-ға қоссақ 37. Тен болады 40-тан 37. Енді y-ті табуға болады. Y-тен болады 40-тан 37, азайту 40-тан 20. Y-тен болады 40-тан 17. Тексересіздер әрі қарай. Келесі 4-ші тапсырманың асы. Бөшкенің өз көлемінің 15-тен 12 бөлігіне су құйылған. Таңертең бақша суғару үшін осының 15-тен 8-і жұмсалды. Ал кешке қайтадан бөшкенің өз көлемінің 15-тен 11-не су құйылды. Бөшкенің қандай бөлігі суға толтырылған? Яғни бұл жерде бірінші не істейміз? 15-тен 12 бөлігіне су құйылды ғой. 15-тен 12-ні аламыз, азайтамыз. Жаңағы жұмсалған суды азайтамыз. 15-тен 8-ді тен болады 15-тен 4. Яғни бұл жерде бөлімін қозғамаймыз, өзгеріссіз қалады. Себебі бірдей 12-ден 8-ді азайтамыз 4. Сонда 15-тен 4. Енді бөшкеде 15-тен 4 қалды. Ал кешке деді қайтадан бөшкенің өз көлемінің 15-тен 11-не су құйылды. Бөшкенің қандай бөлігі? Ендеше 15-тен 4 қалды ғой. Соған 15-тен 11-ді қосамыз. Тен болады бөлімдері өзгеріссіз қалады. Себебі бірдей 15. 4-ті 11-ге қосамыз 15. Сонда 15-тен 15. Сонда жауабы бізде бөшкені толық толтырды. Келесі номер 4-тің әсіне қарайық. Балық өсіру үшін су қоймаға шабақтар жіберілді. Алдымен барлық шабақтың 128-ден 45 бөлігі, содан соң тағы 128-ден 65 бөлігі, одан кейін 128-дің 10 бөлігі жіберілді. Су қоймаға барлығы қанша шабақ жіберілді? Яғни мынау бөліктердің барлығын бір-біріне қосамыз барлығын табу үшін. 128-ден 45 қосу 128-ден 65 қосу 128-ден 10 тен болады. Бөлімі бірдей, сондықтан да өзгеріссіз қалады 128, ал алымдарын бір-біріне қосамыз. 45-ті 65-ге қосамыз 110, 110-ға 10-ды қосамыз 120. Сонда 128-ден 120. Жауабы барлығы 128-ден 120 шабақ жіберілді. Келесі 5-тің асы. Ыдыстың 5-тен 1 бөлігіне салынған балықтарға арналған жем 100 грамм тартады. Ыдыс толы жем қанша тартады? Сонда балалар көрдіңіздер, 5-ке бөлінген, оның бірақ бөлігі 100 грамм. Сонда 5-ті не істейміз? 100-ге көбейтеміз. Неше болады? 500 грамм. Жауабы ыдыс толы жем 500 грамм. 5-тің әсіне қарайық. Балық шаруашылығына 128 балық әкелінді. Әкелінген балықтардың 8-ден 1 шұбар балық құрайды. Барлық балықтың 32-сі көксерке, ал қалғаны мөңке. Неше мөңке әкелінді? Енді бұнда шешуінде былай істейміз. 128, яғни бізге 8-ден 1 бөлігін тауып алу керек. 128-ді 8-ге бөлеміз, оған 1-ге көбейтеміз. Тен болады 16, яғни ол шұбар балық. Енді шұбар балықты білеміз 16 екенін. Көксерке 32, енді бізге мөңкені табу керек. Ал барлық балық бізде 128. Ендеше 128-ден азайтамыз 32, азайту 16, тен болады 80. Бұл балалар мөңке балық. Жауабы 80 мөңке сонда. Келесі номер 6. Арман ақшасын санап, егер менің ақшама ол ақшаның жартысын және 20 теңге қосса, менде 110 теңге болады деп ойлады. Арманның қанша ақшасы болған? Ойланып көріңіздерші, оқушылар. Кәнекей, тексеріп көрейік. Ол үшін 110-нан 20-ны азайтамыз, яғни 20 теңге қоса кетті ғой. Тен болады 90. Енді менде 110 теңге болды. Сонда 60-ны 2-ге бөлсек 30, сонда 60-қа 30-ды қосақ 90. Жауабы Арманның
60 теңгесі болған. Бұл оқушылар сіздердің логикаларыңызға байланысты, яғни логикалық есеп. Келесі 7-ші тапсырманың асы. Автобекеттен бір уақытта бірінен бірі қарама-қарсы 2 бағытқа автобус пен такси шықты. Таксидің жылдамдығы 90 км/сағат, ал автобустікі одан 2 есе кем. Неше сағаттан кейін олардың ара қашықтығы 540 км болады. Ол үшін бізге бірінші автобустікін тауып алу керек. Яғни 2 есе кем деді ғой таксиден. Ендеше 90-ды 2-ке бөлеміз. Тем болады 45 км/сағат. Бұл автобустың жылдамдығы. Енді екеуінің қашықтау жылдамдығын табамыз. 90-ды 45-ке қосамыз, тем болады 135. Енді барлық ара қашықтығы 540 км. Ендеше оны қашықтау жылдамдығына бөлеміз. 540 бөлу 135, тем болады 4 сағат. Өрнек 540 бөлу, жақшаның ішіне 90, қосу 90 бөлу 2, жақшаны жабамыз. Сонда жауабы 4 сағаттан кейін олардың арасы 540 км болады. 7-ші тапсырманың әсіне қараймыз. Автотұрақтан бір уақытта бір бағытқа 2 автокөлік шықты. Біреуі 80 км/сағат, екіншісі 65 км/сағат жылдамдықпен жүрді. 3 сағаттан кейін олар бір-бірінен қандай ара қашықтықта болды? Енді қарайық. Бірінші қашықтау жылдамдығын табамыз. 80 қосу 65, тем болады 145 км/сағат. Және енді қашықтау жылдамдығын тапқаннан кейін 3 сағаттан кейін дегесін оны 3 сағатқа көбейтеміз. 145 көбейту 3, тем болады 435 км ара қашықтық. Өрнек. Жақшаның ішінде 80 қосу 65, жақшаны жабамыз, көбейту 3. Жауабы 3 сағаттан кейін олар бір-бірінен 435 км ара қашықта болады. Келесі 8-ші тапсырма. Әр бәліш теңдей 2-ге бөлінді. Содан кейін әрбір жартысы теңдей 2-ге бөлінді. Барлық бәлішті бір тілімнен салу үшін 24 ыдыс қажет болды. Неше бәліш болған? Шешуіне қарайық. Бір бәліш соны 4-ке бөлінген. Оқушылар, қараңыздар. Әр бәліш теңдей 2-ге бөлінді, содан кейін әрбір жартысы теңдей 2-ге бөлінді. Сонда 4-ке бөлінген ғой бір бәліш. Енді барлық бізде неше ыдыс керек болды? 24 ыдыс. 24-ті 4-ке бөлеміз, себебі 4 бөлікке бөлінген. Тем болады 6. Жауабы 6 бәліш болған. Түсінікті бүгінгі сабақ сіздерге деп ойлаймын. Осымен біздің сабағымыз аяқталды, оқушылар. Сау болыңыздар.